Шашуға арналған құралдар. Осы сабақта мен сіздерді толғандырып жүрген біраз сұрақтарға жауап беретін боламын. Жалпы шашуға арналған құралдардың ішінде біз ең бірінші кезекте айтатынымыз және біз үнемі қолданатынымыз ол шампунь. Мен мына жерде шаштың 4 типіне орай шампунь таңдауға байланысты қысқа тоқтала кетемін. Бұл жерде 4 типке бөлдім және соңғы аралас типті шаштың орнына мен зақымданған шашты қойдым. Ең бірінші кезекте шампунь таңдағанда біз оның типіне мән беруіміз керек. Мысалы, егер сіздің шашыңыз майлы болатын болса, онда терең тазартатын және тері майын реттейтін шампуньдар алған дұрыс. Мысалы, кейбір шампуньдардың сыртында майлы шашқа арналған, құрғақ шашқа арналған, немесе аралас типті шашқа арналған, зақымданған шашқа арналған деп кәдімгідей шампуньдардың өзінде жазып қояды. Егер сіздің шашыңыз майлы болатын болса, онда оның құрамында ауыр майлы компоненттері бар өнімдерді қолданбаған дұрыс. Мысалға, оған жаңағы майсына майы болуы мүмкін, тағы да басқа кокос майы болуы мүмкін. Сіздің шашыңыз майлы болса, құрамында ондай май қосылған шампуньды алатын болсаңыз, ол шашыңызды тіптен майландырып жіберуге әсер етуі ықтимал. Келесі құрғақ шаш. Бұл шаш құрғақ және сынғыш болып келеді. Сол себепті егер сіздің шашыңыз құрғақ болатын болса, онда ылғалдандыратын компоненттері бар, яғни бұл жерде керісінше түрлі майлар қосылған шампуньдарды алған дұрыс болып табылады. Сонымен қатар құрамында сульфаттар болмауы, протеиндер бар шампуньдар, табиғи ингредиенттер бар. Айтпақшы, бұл жерде сульфатқа байланысты мен нақты тоқтала кетемін. Жалпы сульфаты бар шампуньды алмаған жөн барлық типті шаштарға. Келесі қалыпты шаш, яғни бұл жерде қалыпты шаш дегеніміз сау шаш болып табылады. Ол жерде табиғи ингредиенттерге бай шампунь, теңдестірілген pH деңгейі бар шампунь және қосымша қоректендіргіш және ылғалдандырғыш компоненттер болғаны дұрыс. Яғни сіздің шашыңыз қалыпты сау шаш болатын болса, онда оның күтімін одан әрі дұрыстай отырып, осы саулығын сақтап қалу маңызды. Келесі зақымданған шаш, бұған түрлі химиялық өңдеуден өткен, боялған немесе ыстық құралдар дейміз ғой, фен, плойка, сондайлардан зақымданған шаштарды айтуға болады. Егер шаш солай зақымданатын болса, онда ол шаштарға құрамында протеиндер мен витаминдерге бай, яғни қалпына келтіруге арналған, дерматологиялық сынақтан өткен, сезімтар терілерге арналған, бас терісін тітіркендірмейтін, аллергия бермейтін деген сияқты шампуньдарды қолданған дұрыс. Мысалы, кейбір шампуньдардың сипаттамаларында бас терісін тітіркендірмейді, бас терісін тыныштандырады деген кәдімгідей өзінің сипаттамалары болады. Барлығын жазып түсіндіріп қояды. Енді шашқа зиянды химикаттар жоқ шампунь алғанымыз әрине бұл өте пайдалы. Сонымен қатар мен осы жерде бір нәрсені ашық айта кетейін. Мен сіз нақты мына шампуньды алып қолданыңыз деп ешқандай шампуньды көрсетпеймін. Себебі бұл біріншіден жарнама болады. Онан кейін екіншіден сіз үнемі бір шампуньды қолданып жүре бермейсіз ғой. Сол себепті ең дұрысы сіз шампунь алғандағы сауатыңыз болу, оның құрамына қарай алуыңыз, өзіңіздің шашыңызға қандай типті, өзіңіздің шашыңыздың типіне қарай қандай шампунь керек, соны біле алуыңыз сіз үшін әлдеқайда пайдалы болмақ. Енді мына жерде бір нәрсені ескере кету керек. Жалпы химикатсыз деген шампунь жоқ. Себебі ол химикатсыз болатын болса, ол қалай шампунь болады? Мысалы, яғни бұл жерде айтқым келгені, олар ұзақ уақыт сақталады, олар бас терісін кірден майдан тазартады демекші, олардың құрамында бәрібірде химикат болады. Тек сол химикаты аз немесе құрамында сульфаты жоқ және сапалы дайындалған өнімдерді алғанымыз бұл дұрыс таңдау болып табылады. Енді осылардың ішінде көбірек химикат ретінде біз жалпы нарықта көбірек айтатыны бұл сульфатсыз шампунь. Мына жерге қарасаңыздар, мен жаңағы шампуньдардың бір сертификаттарын алып пайдаланып отырмын. Мысалы, мынау корейский шампуньда мынандай сертификаттар бар, яғни бұл жерде шашқа, яғни бас терісіне зиянды ингредиенттер жоқ деген тесттен өткен, жаңағындай сонымен қатар толық отбасына пайдалануға болады деген қауіпсіздік туралы сертификаты бар шампунь. Жалпы кейбір шампуньдарда егер сұрайтын болсаңыздар, өзінің сертификаттары болады. Әсіресе сетевойда сататын шампуньдарда міндетті түрде осындай сертификаттарымен ашық көрсетіп қояды.
Соның ішінде біз шампунь таңдаған кезде ең бірінші көңіл бөлетініміз бұл құрамында сульфаты жоқ. Сульфаты жоқ екенін қайдан білеміз? Оның составына қарайсыз, сол кезде содиум лаурет сульфат деп жазылады, немесе мынандай SLS, SLES деп сондай жазулармен сульфатты белгілеп қояды. Сонымен қатар бұл шампуньдардың құрамында зиянды химикат тек қана сульфат емес, сонымен қатар мына жақта тағы да көрсеңіздер біраз зиянды химикаттардың атаулары тұр, және осы шампуньның құрамында мынандай химикаттар жоқ деп айтылып тұр. Бірақ енді әрине сіз оны магазиннен болсын, болмаса бутиктен сатып алғанда, бірден шампуньды алғанда, олардың құрамы сондайлар тұрмаса, бірден мұндай сертификаттары болмайды ғой. Оны бір арнайы бір сатушысы сертификаттарын қойған, немесе сетевойдың каталогтарынан қарамасаңыз, сол себепті шама келгенше тым болмаса құрамында сульфаты жоқ шампуньды алған дұрыс болып табылады. Кейбір шампуньдардың сыртында бессульфатный шампунь деп жазылып тұрады. Бірақ мына нәрсені ескеру керек. Кейбір сульфаты жоқ деген шампуньдардың өзінде де құрамында сульфат болуы мүмкін, яғни жасырылған күйде. Сонымен қатар құрамындағы ингредиенттерге келейік. Бұл жерде құрамында шампуньның табиғи өнімдер болғаны, түрлі майлар болғаны, ол өте пайдалы. Яғни құрамы қаншалықты табиғи болады, ол соншалықты сіздің шашыңызды қоректендіреді, ылғалдандырады, әлдеқайда сіздің шашыңызға беретін пайдасы мол. Мысалы, мына ингредиенттердің ішінде мына бір шампуньды алып отырмыз ғой, мысалы ретінде, сонда ингредиенттерін көрсетілген. Бұның құрамында кератин бар, биокомплекс бар деп, сонымен қатар қандай құрамында не бар және неге арналған екендігі көрсетілген. Сонымен қатар хош иісі болу үшін, яғни зиянды арзан химикаттар емес, хош арзан бояғыштар мен хош иістендіргіштер емес, құрамы табиғи және табиғи ретінде құрамында мынандай ингредиенттер бар деп көрсетіп қойған. Сонымен қатар тағы бір ескеретін жайт, мысалы сульфатты шампунь мен сульфатсыз шампуньды қалай бір-бірінен ажыратуға болады. Сульфатты шампуньдар ең біріншіден оның өзінің плюс жақтары бар. Мысалы, кейбір шампуньдарға разбор жасағандарды, сондайларды бір комментарийлерді оқитын болсаңыз, мысалы жазады: мен егер құрамында осы сульфаты бар шампуньмен жумасам, мысалы чистая линия деп айтайық, мен сонымен жумайтын болсам, онда менің шашым ашылмайды, менің шашымның кірі кетпейді деп айтады. Неге? Себебі құрамында сульфаты бар шампунь бұл шаштың майын, кірін жақсы кетіреді. Сол себепте де адамдардың мысалға шашыңыз майлы, құрамында мысалға сульфатсыз шампунь алатын болсаңыз, ол шынымен де сіздің шашыңыздың майын, кірін кетіру кішкене қиындау болуы мүмкін. Әсіресе егер оның құрамында шынымен де сульфаты жоқ, таза шампунь болатын болса. Бірақ бұл білдірмейді, егер шампунь сульфатсыз болатын болса, міндетті түрде сенің шашыңның кірін жақсы кетірмейді дегенін. Мен тек сульфатты шампуньға байланысты адамдардың не себепті сульфатты шампуньды қолданатындығын айтып түсіндіріп жатырмын. Сонымен қатар сульфатты шампунь бұл жақсы көбіршіктенеді және көп көбіршіктенеді. Ал сульфатсыз шампуньның көбіршіктенуі аздау болады. Яғни, мысалға сіз шампунь алған кезде ол кәдімгідей, мысалға ыдыс-аяқ жуғанда ферриді қосатын болсаңыз, ыдыс-аяқты жуғанда кәдімгідей көпіршіп тұрып бетіне шығады ғой. Сол сияқты шампуныңыз көп дәрежеде көпіршитін болса, оның құрамында сульфат бар деген сөз. Яғни сөздің қысқасы, біз шампунь алғанда қорытындылай кетейік, оның құрамында химикаттары аз болғанын, немесе құрамында сульфаты болмағанын, егер қосымша мынандай сертификаттары болатын болса, ол плюс, оған қоса құрамында табиғи ингредиенттер болатын болса, ол да плюс болып табылады. Біз шампунь алғанда составына осы мәселелерге назар аударып мән беруіміз керек.
Келесі, енді шаш жууда қолданатын негізгі күтімдер бұл шампунь, бальзам, кондиционер. Осының ішінде шампуньға тоқтала кетейік. Шампуньның негізгі қызметі бұл тазалау. Мысалы, көптеген адамдар айтады, мен шаштың түсуіне арналған, шашты өсіретін түрлі шампуньдарды қолдандым, бірақ менің шашымның түскен тоқтаған жоқ, балапан шаштар өскен жоқ, қымбат, корейский дейді, неше түрін қолдандым, бірақ ешқандай нәтиже көрмедім деп айтып жатады. Себебі шампуньның негізгі қызметі шашты кірден майдан тазалау. Тіпті ол сізге оның сыртында мысалға шаштың түсуін азайтатын, немесе шашты мысалға өсіретін деп жазылып тұрғанның өзінде ол сізге көмектесе алмауы мүмкін. Әсіресе негізгі проблема сізде ішкі ағзада болған кезде. Сондықтан мына қателікті жібермесеңіздер екен. Сондықтан мына қателікті жібермесеңіздер екен. Яғни шашыңыз уыстап тұрып түсетін болса, шаштың түсу дәрежесі соншалықты көп болатын болса, шампуньның түр-түрін іздеп қолдану бұл ақымақтықтау болады. Енді мен бұл туралы, шаш түсу туралы арнайы тоқталам, сол кезде нақтылай айтам. Яғни шампуньның негізгі қызметі бұл тазалау. Енді қосымша қызметтері болуы мүмкін сапалы шампуньдарда. Арзан емес, құрамында химикаты көп, қарапайым магазиндерде сатылатын емес. Егер сіздің алған шампуныңыз шынымен де сапалы болса, онда қосымша теріні тыныштандыру, қайызғақпен қышынуды емдеу, шаштың саулығын жақсарту, шаштың түсуін азайту, өсуін ынталандыру деген сияқты плюс қасиеттері болуы мүмкін. Келесі бальзам. Бальзамның жалпы қызметі қандай? Біз шампуньмен шаштың кірін, майын тазалайтын болсақ, енді ары қарай келесі кезекте мысалы бальзамды қолданамыз. Бальзамның негізгі қызметі бұл ылғалдандыру, жұмсарту, тарауды жеңілдету және жылтырлық беру. Сонымен қатар шамамен негізгі қызметтері. Мысалға біреулер айтады, егер мен шампуньнан кейін артынан бальзаммен шашымды жумайтын болсам, онда менің шашым таралмайды деп айтып жатады. Сонымен оған қоса қатайып қалады, мен міндетті түрде бальзам қолданамын деп айтып жатады. Себебі бұл бальзамның қызметіне байланысты, яғни тарауды жеңілдету, жұмсарту сияқты. Сонымен қатар арнайы бағытталған қызметтер болуы мүмкін, бірақ бұл барлығында емес. Бұны тағы да біз шампуньның сапалылығына, оның сипаттамаларына қараймыз. Мысалға, арнайы бағытталған бальзамның мынандай қызметтері болуы мүмкін. Шаш құрылымын теңестіреді, жұмсартады және тегістейді, бағынбайтын бұйраларды қалпына келтіреді, шашты тегіс термиялық әсерлерден қорғайды, теріс термиялық әсерлерден қорғайды, шаштың ақуызды құрылымын қалпына келтіреді. Бірақ бұл көбінесе сапалы шампуньдарда болады. Сапалы бальзамдарда болады. Негізгі қызметі жоғарыдағы көрсетілгендер. Сонымен қатар кондиционер. Кондиционердің қызметі бұл құрғақтықты жойып ылғалдандырады, жұмсақтық пен жібектік береді, шаштың сынғыштығы мен ұштануын жояды, шатасуын жазып жеңіл таралады, жылтырлық береді, электрленіп ұшып тұруын жояды. Бірақ мына жерде ескере кету керек, бұл жерде жалпы шашқа арналған шампунь болсын, бальзам болсын, кондиционер болсын, олар шаштың типтеріне қарай мына қолдану сипаттамалары да және шашқа беретін пайдасы да әртүрлі болуы мүмкін. Сол себепті тура мына жерде сіздерге көрсетілген қатып қалған осы заңдылық деген сөз емес. Соны түсінсеңіздер екен. Ең бастысы, мен өткен бөлімдерде атап өткендей, бальзам мен кондиционерді қолданғанда оларды шаштың түбіне жақпаймыз. Оларды шаштың ұзындығына немесе ұшына қолданамыз. Жалпы кез келген өнімді сіз қолданған кезде, ол маска болсын, спрей болсын, бальзам немесе кондиционер болсын, өзіңіздің шашыңызды бақылайсыз. Шашыңызға қалай әсер еткенін бақылайсыз. Егер мысалы, маған көптеген адамдар жазады, мысалы, мынандай шампуньмен жуған кезде шашымды құрғатты, қышытты, қабыршақтанып кетті, қайызғақтанып кетті, шашым түсіп жатыр деп. Солай шашқа жағымсыз әсер ететін болса, онда оны қолданудың қажет жоқ. Себебі ол сіздің бас теріңізбен шашыңызға жағып тұрған жоқ. Оны сонша ақшам кетіп еді деп, одан бір ақша аяп, соны соңына дейін түгегенше пайдалану деген шарт жоқ.
Енді шаш жууға арналған күтімді қолданудағы қателіктер, қандай қателіктер бар? Бұл құрамына қарамау. Мен сіздерге айтып жатқандай, мысалға дүкеннен, бутиктен бір шампунды көрдіңіздер, жаңа косметика сататын жерлерден, иә, шампунды алдыңыз, ешқандай құрамына қарамай алып қолдана беру, бұл қателік болып табылады. Міндетті түрде құрамына қарау керек. Оны мен жоғарыда айттым. Онан кейін екіншісі шамадан тыс қолдану. Мысалы, шампун, шашыңызды күнде жуатын болсаңыз, бұл шампунды күнде қолданған деген сөз ғой. Ал оның құрамында химикат сіздің шашыңызға зиян келтірмей қоймайды. Сонымен қатар бальзам болсын, кондиционер болсын, оны шашқа жағып алып, жарты сағат жүріп, 15 минут жүріп, осы шашқа пайдалау деп жүру, бұл да шамадан тыс қолдануға болады. Сонымен қатар мен мынандай бір жағдайды білемін. Өзінің шашына осы шашқа арналған шампун шығар деп, шампунның орнына киім жуатын сабынды қолданып қойған. Ол тағы бұл менің шашымдағы майды сіңіріп алсын, шашымның майы жақсы кетіреді деп шашына жағып, оны басында жарты сағаттай ұстаған. Сөйтіп артынан шашын жуған кезде кәдімгідей маңдай жағынан ойылып түсіп қалған. Сол себепті ондай қателіктер жасап жүрмеңіздер. Сонымен қатар ыдыс аяқ жуатын сабынмен, дене жуатын сабынмен бас жуатындар бар. Иә, бұл қызық естілуі мүмкін. Мен енді шашпен жұмыс жасағаннан кейін қаншама адамдармен сөйлесем, сол кезде мен мысалы дене жуатын сабынмен басымды, шашымды жуып едім, содан шашымды құртып алдым дейтіндер бар. Тіпті мынандай жағдай кездеседі. Мен осындай лосьондарды, сондай бір дене жуатын тағы басқа бір сабынмен шашымды жумасам, басқа шампун, бальзам дегендер менің шашыма мүлдем келмейді дейтін адамдар да бар. Енді келесі жарамсыз тері түріне қолдану. Жаңа сіздерге айтқандай, шампун қолданған кезде ол қандай типті теріге арналған, соған қараған және сипаттамаларына қараған жөн. Сонымен қатар тікелей бас терісіне жағуға болмайды. Мына нәрселерді мен бірнеше рет қайталап айттым. Және бальзам мен кондиционер жаған алдында теріні дұрыс тазалау керек. Яғни шампуннан кейін бас терісін жақсы жуу, онан кейін бальзам, кондиционерден кейін бас терісін тазалау, маскалардан кейін, шашқа май жаққаннан кейін міндетті түрде шашты, бас терісін тазалап тұрып жуып тастау керек. Себебі олай болмаған жағдайда бұл бастағы тері тесіктерінің бітеруіне, тітіркенуіне, керісінше шаштың одан ары майлануына әсер етуі мүмкін. Сонымен қатар тым ыстық немесе тым суық сумен жумау керек, жылы сумен жуу керек. Және де тек қана шампунды пайдалану бұл шашқа жасалған күтім болып табылмайды. Және бұл дұрыс емес деп айтар едім. Қосымша күтім керек болады. Және тек бальзамға сүйеніп, басқа күтім қолданбау деп айтып жатырмыз. Яғни тек қана шампун мен бальзам ғана қолдандым, осы ғана шаштың күтімі деп айту да жеткіліксіз болып табылады. Енді жалпы халал сертификаты бар шампундарға тоқтала кеткім келіп тұр. Жалпы шампун алған кезде мына тағы да қосымша мына нәрселерге мән беру керек. Кейбір шампундардың сыртында мысалға дерматологиялық сынақтан, тесттен өткен деп тұрады, био шампун деп тұрады, пробио шампун деп тұрады, халал сертификаты бар шампундар деп тұрады. Жалпы егер ондай бір арнайы сертификат болатын болса, бұл жердегі айтқым, жеткізгім келген ойым, ол сертификатты бекерден бекер бермейді. Соның ішінде халал сертификатына тоқталайық. Мысалы, халал сертификаты бар шампундар ол діни талаптарға сай болу керек. Демек, құрамында харам ингредиенттер жоқ, жоғары сапа стандартына сай болу керек, табиғи және қауіпсіз ингредиенттер болу керек. Мысалға, оларда синтетикалық хош иістер, бояғыштар, тағы басқа химиялық заттардың жоқ болуына басымырақ мән береді. Сонымен қатар этикалық өндіріс, яғни қандай да бір жануарларға жасалатын сынақтардан бас тартады дейді. Яғни сондай өнімдерді пайдаланбауға тырысады. Қоршаған ортаға зиянсыз болу керек. Мысалы, аллергия мен сезімталдықты азайту, яғни теріге аллергия бермеу жағына және сезімтал терілерге аса мән береді. Және гигиена мен тазалықты сақтауда бұл жерде басты
бағыттардың бірі болып саналады. Яғни егер қандай да бір шампунның халал сертификаты болатын болса, шамамен осындай стандарттарға сай болғаннан кейін ғана оған сертификаттар береді деген сөз. Мысалға био шампун, пробио шампун, құрамы табиғи шампундар деп айтып жатады. Оның барлығын бекер айтпайды, арнайы стандарттардан өткеннен кейін айтады. Сол себепті, құрметті оқырмандарым, жалпы шаш жуатын құралдарды алған кезде міндетті түрде құрамына қарап және өзіңіздің шашыңызға қалай әсер етті соған қарау керек. Мен сіздерге осы бөлімде жеткілікті ақпараттар бере алдым деп ойлаймын. Бұны тыңдап қана қоймай, шампун алған кезде қолданыңыздар.